Көп түкірсе, көл болар. Батыр ауылында 8 баласы бар анаға 4 бөлмелі үйдің кілті табысталды. Игі шара ауылдық Миғраж мешітінің жанынан құрылған үммет жастары еріктілер тобы мен ауыл жамағаты себеп болды. Бүгін аудандық билік және дін өкілдері жиналып, көп балалы анаға тосын сый жасады. Бұл үйдің тарихы өткен жылы басталған. Алдымен жер телімі сатып алынды. Алайда сол уақытта қажетті қаражаттың жоқ болуына байланысты құрылыс кейінге қалдырылған. Арада 12 ай өткесін мешіт жамағаты құрылысты жандандырды. Рамазан айында басталған құрылыс небәрі 3 айда аяқталып, иесіне табысталды. Жаңа сөйлеп ағаларымыз бар, басқалар сол жан-жақтан көмек жұмылдырылған болатын. Көпшілікпен біткен үй бұл. Бір адаммен емес, осы өзіміздің жанашыр күнделікті көмектесетін ағаларымыз бар. Шеттен де жан-жақтан қазір интернет жүйесі дейді ғой, сол арқылы жарнама жасап, сол арқылы жаңағыдай адамдарға хабарлама жіберіп, сосын сол арқылы көмекте келіп тұрды. Батыр ауылында тұрғызылған 4 бөлмелі үй Мөлдір Ғанибаеваға бұйырды. Жалғыз бастана қуаныштан көз жасын тыя алмады. 15 жылдан бері сарай жалдап жоқшылықтың азабын әбден көрген. Өкініштісі сол, қиын кезде демеу болар отағасы отбасыдан бас тартқан. Қазір Мөлдірдің жанашыры 18 жастағы үлкен ұлы. Бүгінгі жаңалық көп балалы ана үшін күтпеген сый болды. Білген жоқпыз. Ол бізге тосын сый болды, үй салынып жатыр деген. Салынады деген, бірақ салынып бітті деп айтқан жоқ. Осы тосын сый болып, бірден айтып, қуанышымыз көкке жетіп жатыр. Балдарымыз да қуанып жатыр. Әр бір бөлмелі сарайда отыратын едік. Бәріміз осы Маңғыстау облысы Миғраж мешітіне де алғысымыз шексіз. Бұл Мұнайлы ауданы азаматтарының күшімен тұрғызылған 7-ші үй. Осыған дейін біреуі Маңғыстау ауылынан, 5-еуі Батыр ауылынан берілген. Миғраж мешітінің жанынан құрылған үммет жастары қайырымды қоғамының игі шарасы аясында жыл соңына дейін тағы бірнеше баспана берілуі мүмкін. Бұл баспананы осы біздің Маңғыстау ауылдық мешіті, Миғраж мешіті дейміз, сол мешіттің жанындағы ерікті жастар тобынан тұратын үммет жастары дейтін бар. Сол жастар және оларға қолдау көрсетіп отырған кәсіпкерлердің демеушілігімен осы көріп тұрған үйіміз салынып, 8 баласы бар отбасыға бүгін тарту етілді. Әрине, мүмкіндігіміз болса бұндайды көпте жасауға болады, бірақ біздің де мүмкіншілігіміз шектеулі. Жамағаттың қолдауымен, жамағаттың демеушілігімен жүзеге асып жатқан игілікті шара. Жақсы істің басында аудандық билік өкілдері де жүрді. Жер телімінің құжатын жасақтауда, балаларды балабақша мен мектепке тіркеуде үлесі мол. Нұрлан Қуанышбай, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.